Ақтабан атты күшік күні бойы ойнап, қараңғы түскен соң үйіне келеді. Ақтабан қатты шаршап, ұйқысы келіп, төсегіне ұйқыға жатады. Енді ұйықтай бергенде терезе жақтан бір дыбыс естиді. Ой, бұл не дыбыс? Даладағы бір дыбыстар шығар. Одан да рахаттанып ұйықтайын. Бірақ жаңағы дыбыс одан да қаттырақ шыға бастайды. Тух, мына дыбыс менің мазамды алды ғой. Күшік орнынан тұрып, терезе жаққа барып қалып еді. Кенет Ақтабан қорқып кетіп, шкафтың ішіне тығылып қалады. Мәссаған, мына құбыжық мені алып кетуге келді ме екен? Жоқ, әлде жеп қойғысы кеп тұр ме екен? Жоқ, ол мені алып кетіп, өзі сияқты құбыжықтарға бермекші ме екен? Мен одан да осында отыра тұрайын. Ол мені іздеп таппай, өзі ақ кетіп қалатын шығар. Ақтабан дыбысын шығармай отырады. Ал уақыт болса өтіп жатыр. Ал бағанағы терезе жақтағы құбыжық әлі кетпейді. Ақтабан шкафтың ішінде отыра, қой енді, осылай қорқып отыра берем ба? Мына құбыжықтың кететін түрі жоқ. Қаншама сағат, күн, ай, жылдап отырам ба осы шкафта? Одан да шығып бетпе-бет күресейін. Ақтабан бойына бар күшті жинап, батылданып, шкафтан шығып, терезе жаққа қарай жақынырақ барады. Кенет сонда Ақтабан басына бір жапырақ жабысып қалып, содан құтыла алмай, мазасызданып, ары-бері ұшып жүрген кішкентай қоңызды көреді. Қараңғыда жаңағы қоңыздың көлеңкесі күшіктің терезесіне әлде бір құбыжық құсап көрінген екен. Ой, сонда мен бағанадан бері кішкентай қоңыздың көлеңкесінен қорықтым ба? Зәрем ұшып кетті ғой. Ақтабан өз-өзіне күліп, көңілі орнына түсіп, төсегіне жатып, тәтті ұйқыға батады. Балалар, кейде ұсақ кішкентай нәрселер үлкен үрейге айналады. Көлеңке құбыжыққа, ал ойымыз тұтқынға айналады. Бірақ тоқтап, терең тыныс алсаң, бәрі өзгереді. Қорқыныш ол тек дыбыс, ал сенің ішіңде тыныштық пен үлкен күш бар.